Құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі әңгімелейтін әңгімеміз «Қызғаныш соңы отбасының күйреуі» атты әңгімесін әңгімелейтін боламын. Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі шағын қаласының тұрғыны бір еркектің қызғаныш ауруының асқынғаны сонша өмірінде 2 рет үйленіп, 2 рет ажырасып, 7 баласымен тірі жетім етіпті. Сонда әйелдердің біреуімен ұстап алғанына немесе сотта мойындатқанына ешқандай дәлелі жоқ. Тек күдік, күмән болжамның жетегінде жүрген. 5 баласымен кеткен бірінші әйелі өзі өскен ауылдың қызы екен. Бірін-бірі ұнатып ақ үйленіпті. Балалы болғаннан кейін ауылдың қалжыңбас жетесі жігіттері «Сенің әйеліңді жақсы білеміз, саған тимей тұрғанда бізбен болған» депті. Осындай некесіз сөздің өзі оның қызғаныш құртын қоздырып, балаларының анасы болған жұбайының өмірін тозаққа айналдырған. Егер араласатын дос, жолдастарының біреуінің отбасы дәлелсіз, себепсіз ұрыс-керістің кесірінен бүлініп жатса, есі дұрыс еркектер оларды қайта татуластырып, шаңырақтарының шайқалмауына, балаларының тірі жетім қалмауына үлес қосқан болар еді. Керісінше дос-сымақтары оның әйелі мен екеуінің арасына от салған. Ал кейіпкерлеріміздің бүкіл әйел атаулыға деген көзқарасы 100%-ға өзгеріп, күйеуімен төсек тоятынына қанағаттанғандардың бәрі басқа еркекпен байланысады деген түсінік соқыр санасына әбден орнығыпты. Қоғамдық орындарда, көшеде, жұмыс барысында өзімен кездейсоқ сөйлесіп қалған қыз-келіншектерді ол менімен жатқысы келіп тұр деп топшылап үлгереді екен. Мұндай өмірден жалыққан әйел ажырасайық десе, балаларым әлі жас, есейген соң ажырасамыз деген. Келіншегі де бұған әбден ерегісіп алғанға ұқсайды. Еркек бәрібір ажырасамыз, енді бала тууды тоқтат десе, ол саған ерегіскенде туа берем депті. Еліміз тәуелсіздік алып басқа ұлттар еліне кете бастағанда, бұлар да ақша жинап облыс орталығынан 2 бөлмелі пәтер сатып алады. Бұған да балаларының келешегін ойлаған, қалада ғана тірлік істеп ақша табудың мүмкіндігін білген әйелі көндірген. Сөйтіп өз кәсібі бойынша сауда саласында жұмыс істей береді. Ал жігіт спорт мамандығынан жоғары білім алғандықтан спорттың самбо түрінен бірнеше жыл жаттықтырушы болады. Бірақ қаладағы өмірлері де бір қалыпты емес еді. Қалада жүрсе бұзылып кетеді деген қорқыныштан арыла алмай, еркек үйді сатып ауылға оралайық деп үгіттейді. Ол кезде көп жұрт күнкөрістің бірден-бір қолайлы жері сауда-саттық дамыған қалаға жете алмай жүрсе, бұл ауылға қарай қашады. Әйелі көнбейді. Ақыры екеуі сот арқылы ажырасып, 5 баласына алимент өндіріп береді. Әйткенмен 2 баламды өзіммен бірге әкетемін деген еркектің шартына көнген әйел асырап өсіріп жеткізгеніңді көрейін десе керек. Ал анасымен бірге қалған балаларына үйге басқа еркек келсе, айтыңдар шешесінің төсегін аңдытып қойған. Бұл уақытта ауылда жігіттің әкесі кейінгі әйелі мен ағасы бала-шағасымен бір шаңырақта тұрады екен. Бұл да 2 баласымен соларға қосылады. 3 отбасына бір үйдің тарлық ететінін түсінікті. Өгей шеше мен өз перзенттері бар аға жеңгеңе мұның балаларын түртпектеп, қолдарының сұрағаны бар ұрлықшысы деп кінәлап сыйғызбауға кіріседі. Осылай басы қатып жүріп балаларына киім-кешек алмақ барған дүкен аралағам бір күні ақшасы мен құжаттары салынған сөмкесін ұрлатып алады. Құжаттарын тарығып, қаражаттан тарығып, үй ішіндегі қолайсыздықтың әсерінен шаршаған ол көп кешікпей балаларымен шешесіне қайтаруға мәжбүр болады. Бұдан кейін туыс жеңгесінің таныстыруымен тұрмыс құрмаған мұғалимаға үйленеді. Әйтсе де бірінші әйеліне көрсеткен қызғаншақтық құқайын бұған да бастайды. Сен мені қызбен де алдадың деген сөзбен намысын жер қылады. Құдайым-ау, 5 баласымен ажырасқан еркекке қыз не теңім? Күйеуінен көңілі қалған әйел жақын ауылда тұратын төркініне жиі кететін болады. Ол кісі күйеуінің күдігін одан әрі өрштеді. Бір күні әйелінің адалдығына көз жеткізу үшін жолдас жігітке оның басын айналдырып, қолтығынан ұстап құшақта деп тапсырма беріп, егер қарсыласпаса, ол маған адал емес деген тұжырымға кеп, тәжірибеде де жасапты.
Бұнысынан да ештеңе шықпаған соң әйеліне қол көтеріп жуан жодырғының күшімен ажырасуға келісім қағазын жаздыртып алыпты. Өзін мінсіз қандай әйелге болса да лайықпын деп санайтын, ол өмірде жақсы жар табудан жолым болмады деп қайғырып ішкілікке де үйір болған. Бірінші әйеліндегі есейген үлкен ұлдары кейін әкесін жек көретін болыпты. Менің бір аңғарғаным, қызғаншақ еркектер өздерінің арақ құмарлығын мойындамайтынын, маскүнемдер секілді отбасына түсірген қасіреті өзінің қызғаншақтығы екендігін ешқашанда мойындамайды екен. Оның әңгімесін тыңдап болған соң, егер әйелдеріңе сенбесең, олардың туған балалары да сенікі емес қой. Сараптамадан өткізіп тексертпедің бе деген сұрағыма жоқ, балаларым өзімдікі деп азар да безер қарсы болды. Ал енді осыдан соң қызғаншақтықтың да ауруы екенін саралай беріңіз. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.